Армысың қазақ, біздің халық бүркітті 7 қазынаға, 4 асылға жатқызған. Үйге құран құс келсе, оны Қызыр бабаның сыйлығы деп санап, үйге құспен бірге бақ береке қонды деп ерекше қуанған. Бүркіт қазақ қоғамында отбасының мүшесі тәрізді болған десек те болады. Құсбегілік өнері түркілердің төл мұраларының бірі. Құспен аң аулау кәсібі біздің жерімізде пайда болғанын бар әлем мойындаған. Оған дәлелдердің бірі біздің жерімізде кездесетін петроглифтердегі көне заманда тасқа қашап салынған құспен аң аулау сюжеттері. Біз бүркітті өз байрағымызға салып, біздің ұлттық мақтанышымыз көреміз. Ал енді қазіргі таңда Қазақстандағы құсбегіліктің жағдайы қандай екен? Шай қайнатып, жақсылап орналасып алыңыздар. Ал біз бастаймыз. Бүгінгі шығарылымда құспен аң аулаудың тарихын еске алып, оны қазақ пен түркі қоғамындағы орнын анықтаймыз. 3 түрлі мәдениеттің құсбегілерімен танысып, қазақ, герман және араб құсбегілігінің айырмашылығын табамыз. Біздің бүркітшілік қалай жойылып қайта оралды? Қазақстаннан ауланып сатылып жатқан құстардың жағдайы қандай? Және әлемдегі ең мықты құсбегілер қай елде? Бұл сұрақтардың жауабын дереккөзден іздейміз. Жыртқыш құстармен аң аулау біздің заманымызға дейінгі байырғы кезден бері Орта Азиялық көшпелі өмір салтының бір бөлігі болған. Бұл саятшылықтың ережелері мен әдебі сол кезден бері өзгермей келеді. Көшпенділер бүркіт, сұңқар немесе қаршығаны алып, оны баптап, бірнеше ай аң аулап, кейін құсты табиғатқа жіберген. Негізі біздің тарихта құстар әр жерде кездеседі. Құстың бейнесін теңгеге басқан, байраққа салған, құлпытасқа қашап бейнелеген. Жыртқыш құстардың қауырсынын баланың бесігіне, қыздың сәукелесіне, батырдың дулығасына таққан. Құс бейнесі күлтегі мен білге қаған тәждерінде, алтын тамган тархан, көли чур, ілгене бұлақ ескерткіштерінде кездеседі. Түркілерде адамның туғаннан қайтыс болғанға дейінгі кез келген рәсімі құстармен байланысты болған. Сарматтардың кезінде батыс Қазақстанда адамдарды бүркітпен бірге жерлесе, оңтүстік шығыста қайтқан адамның денесін биік тауға апарып құстарға жегізген. Құстар аспанда биік ұшып жүретіндіктен, олар тәңірге жақын болады. Демек, адамның жанын көкке жеткізе алады деп сенген. Егер құстың өзі болмаса да, ата-бабамыз құстарды бейнелейтін әшекей бұйымдармен бірге жерленген. Құстар біздің тарих пен мифологияның әр қадамында кездеседі. Махмұд Қашқаридің Диуани лұғат ат-түрік сөздігінде «ым білсе, ер өлмес» деген сөз бар. Ым деген құпия сөз. Орта ғасырда қолбасшылар жауынгерлерге құпия сөз ретінде құс аттарын берген. Айдалада кездескен екі әскер немесе жауынгерлер бір-бірінен ым сұрасып, өз адамы екенін анықтаған. Оған қоса құс аттары бізде адам есімі ретінде де қолданылады. Сұңқар, лашын, тұрымтай, қарлығаш, аққу деген аттарды білетін боларсыздар. Рашид ад-Дин еңбегінде болса, атақты билеушілерді әртүрлі жыртқыш құстармен теңейді. Біздің көне наным сенімдерде тіпті тазы иті қаздың жұмыртқасынан туылған деп саналған. Бірақ ол қаз емес, басқа құс болуы да мүмкін. Себебі ол кезде қаз сөзі құс деген мағынаны берген. Жарайды, ит былай тұрсын. Одан бұрын біздің күллі әлем бір жұмыртқадан шықты деп саналған. Бұл ертегі аңыз болса да, біздің ата-бабамыз біз білмейтін біраз нәрсені білген сияқты. Қазіргі физика ғылымында әлем бір нүктеден пайда болды делінеді. Сонда сол жарылмай тұрған нүктені жұмыртқа деп сипаттаған болмақ. Кейбір тарихшылардың айтуынша, ең алғашқы әскери дрондар Шыңғыс ханның кезінде пайда болған. Құсбегілікті жанындай сүйген ұлы хандарымыз қыран құстардың әдеттерін жетік білген. Соны пайдаланып, бүркіттерді оттың жанында тамақтандырған. Соғысқа шыққан кезде бүркіттерді жіберіп, қайда ұшқанын аңдып отырады. Оттың қасында тамақтанып үйренген бүркіт биіктен жаудың отын байқап, соған қарай ұшып, төбесінде айналып жүріп, жаудың орнын көрсеткен деседі. Бұл жай ғана теория болса да, өте қызық және шындыққа жақын келеді. Табиғатта бүркіт жыл сайын бірнеше жұмыртқа салады, бірақ әр жылда сол жұмыртқалардан бір ғана құс өсіп шығады. Себебі алғашқы туылған балапан қалғандарын ұядан итеріп, құлатып, немесе кейде жеп қояды. Соны білген қазақтар бүркіттің ұясында отырған балапандарды алып, біреуін қалдырған. Кішкентайынан адам қолынан азық жеп өскен құс сол адамнан ешқашан қашпайды. Ал егер бүркітшінің қолына ересек құс түссе, оны бірнеше күнге қараңғы жерде қамап, тамақ бермей ұстайды.
Жабайы бүркітке тамақ ұсынсаң да, бірнеше күн, бірнеше апта тамақ жемей, көкірегін көтеріп отыра береді. Тек әбден қарны ашып әлсірегенде адам қолынан тамақ жейді. Сөйтіп адам оны тамақтандырып, біртіндеп қолға үйретіп, өзінің серігі қылып алады. Шыңғыс ханның ең атақты немересі Құбылай ханның ордасында бірнеше жыл тұрған Марко Поло Құбылайдың сұңқарларға деген ерекше махаббаты жайлы жазып кеткен. Хандар аңшылыққа тек ақ сұңқарды қолданған. Құбылайдың кезінде ақ сұңқар биліктің белгісі болатын. Ақ сұңқар тіпті Шыңғыс хан әулетінің байрағында бейнеленген. Ал сол заманның төлқұжаты байсаға салынған ақ сұңқар оны таққан адамның биліктегі жоғары лауазым иесі екенін білдіретін. Марко Поло сипаттаған аңшылық түрі салбұрын Вадим Горбатов бейнелеген суретте жақсы көрсетілген. Құбылай хан наурыз айында өзімен бірге 500 ақ сұңқар алып, үлкен аңшылыққа шығады. Астындағы пілі, қолдарындағы қабылан мен қарақалдары бәрі де тарихта болған нәрсе. Алайда құсбегілікпен түркілер ғана айналыспаған. Еуропада құсбегілік 5-ші ғасырдан бері белгілі болып, өз жолымен дамып келеді. Қазіргі таңда бізде құсбегіліктің батыс мектебі және шығыс мектебі бар. Бүгін біз Қазақстандағы шығыс мектебінің құсбегілігімен танысып, оны батыс мектебімен салыстырамыз. Достар, біз қазір Руслан Абылдың Falconry Camp деген орталығына келіп отырмыз. Армыз, Руслан? Армыз. Сіз негізі жалпы осы құсбегілікпен айналысып жүргеніңізге қанша жыл болды? Өте кішкене күннен бастап қызыға бастадым енді. Ол артынша кәсіби деңгейге қарай ұласты. Кәсіби деңгейім жарыстарға қатысу арасында аңшылық ұйымдастыру, құстарды демонстрацияларға дайындау, аңшылық демонстрация, шоу былайша айтқанда. Биорепелленттік жұмыстар арасында, мысалы бір парктерді жаңағы көп құстардан, қарғалардан қорғау, немесе егістікті қорғау деген сияқты, бау-бақшаны, сондай жұмыстар. Мына жерде құстардың демалып отыратын орны, күн ыстықта көлеңкенің астында аңшылықтан келгеннен кейін де отырғызам осында. Содан кейін ар жағында мына күннің астында өзінің бассейнінде, мини бассейнде шомылады. Бөлек вольерлар салу керек. Осы шақтырға. Мына жерде бос орындарым бар. Ол жерде жаңа мүмкін шетелден құстар алсам, ақырындап жаңа құстарды қолдан көбейтуді бастаймын. Сол жерге маточный бөлім болады. Балапандарға арналған бөлім деген сияқты. Анау күн батареясы ма нәрсе? Иә, жарық. Осы жерге жарық қосу үшін арнайы бекітіп қойғам. Күн батареясы ма? Иә, автоматика ғой. Қараңғы болған кезде өзінен өзі жанады. Жарық болған кезде өшіп қалады. Анау астындағы жасыл нелер не үшін төсеп қойғансыз? Ол аяғын күн жиі отырады ғой. Сол жер. Соны аяғында сүйел шығады. Сүйел жараға айналуы мүмкін. Қосымша шаруашылық ретінде бастап жатырмын. Жұмыртқасын сатам, етін сатам, біразын құстарыма берем дегендей. 500 бастан бастадым. Брудер салып бастадым ар жағында. Мына жерге бөлек торлар, вольерлар салам бұларға. Бұл сіздің құстарыңызға арналған жем деп ойладым. Құстарға да, соң кейін сатқанға да. Жалпы негізі не жейді олар сонда? Сол құс етін ғой көбінесе. Табиғатта не жейді, соны беруге тырысу керек. Баптаймын деп жатсыз, сонда ол баптаудың қандай ережелері бар, өзіңіз қалай баптайсыз құстарды? Енді баптаудың ережесі сол көне заманнан бері аса өзгерген жоқ. Тек қана жұмсар ғана болмаса методикасы өткен. Бұрынғы заманда көбінесе құстарды өте қатал, өте қалай десе болады, тез үйрететінде, ол стресстен тез өте шығатын. Осы бізде Қазақстанда негізі бүркітшілер көп, ал сұңқармен өте аз адам айналысады. Не себептен? Сұңқарға сұңқарға мысалы қымбаттық GPS құрылғылар керек болады. Сон жақсы машина керек, уақытта көбірек керек. Ашық жерлерге шығу керек аңға. Бүркітке мысалы керек жоқ па? Бүркіт ондай үйтіп алысқа кетсе де, мысалы аңның артынан, ол ірі құс, оңай тауып аласың. Сұңқар ол бір қуаласа, мысалы үйрекке шыққан кезде, о жерден кептер ұшып өтсе, басқа бір құстар ұшып өтсе, ауылдың ішіне тартып кетсе, 5-6 шақырым, 10 шақырымға дейін қуалап кете береді. Биліктегілер, бізде бизнестегі азаматтарымыз, қандастарымыз, олар көбінесе футбол, біздің көшпенділерге тән емес спортқа ақшаны көп бөлетті, түсінбейтін. Сосын бокс, мысалы,
ММА деген соңғы кездерде. Соларға ақшаны жақсы бөледі. Ал біз Жапонның тарихына қараса, олар бірінші ұлттық спортына мән берген. Сол сияқты бізде өзіміздің ұлттық спорттан бірінші бастаса деймін да. Бізде бөліп жатқан жоқ. Немесе жарайды бөлсін. Бірақ әділдік болсын да. Бізге де солай ақша бөлсін. Мысалы, біз басқа жұмыс істемеу керек. Құсбегілікпен кәсіби өте шебер, әлемді қарататындай, әлем бізді екінші рет сыйлайтындай, тарихта бір рет сыйлады, мысалы бізді құсбегілікті ойлап тапқанымыз үшін, енді екінші рет сыйлау үшін тағы біз өзіміздің шеберлігімізді көрсетуіміз керек. Ата-бабамыздың бүркітке жақын болғандығына тағы бір дәлел, қазақ тілінде бүркіттің әр дене мүшесіне, қауырсынына, әр тырнағына атау бар. Бірақ біздің елде құсбегілік ең алғаш пайда болып кең таралғанымен, бүркіттер туралы біраз нәрсені герман бүркітшілерінен біліп отырмыз. Мысалы, дәстүрлі қазақ құсбегілігінде бүркіттің жасына байланысты атаулары бар. Көріп тұрғанымыздай 12 жасына, яғни бір мүшелге дейін ғана. Ол жастан асқан бүркіт қартайып, күші мен қайраты кетіп, кәрі құс болады деп санаған. Бірақ герман құсбегілері бүркіт 20 жасқа келген кезде нағыз күші енді еніп, есейген кезі дейді. Себебі бүркіт адаммен шамалас, яғни 60-70 жасайды екен. Ондай тағы біраз мысал бар. Қазақта қыран бүркіт деп оның еркегін атаған. Дәлірек айтқанда, үлкен дене бітіміне қарап, еркегі деп санаған ұрғашысын. Құстардың ұрғашысы еркегінен 2 есеге дейін үлкенірек болатыны жақында ғана белгілі болды. Ал енді бізбен бірге қатар дамыған еуропалық құсбегіліктің ерекшелігі неде екен? Неміс бүркітшісіне барып анықтайық. Павел Фандер Қарағанды тумасы, неміс құсбегісі және зоолог ғалым. Жас кезінде Германияда азаматтық алып, бірнеше жыл тұрып жыртқыш құстармен жұмыс істеген. Павел герман құсбегілік мектебінің айқын мысалы. Қазақстанға қайтып, сұңқарларды көбейту орталығын ашуға атсалысқан. Бүгінгі таңда құстарды баптап, аңшылыққа үйретіп жүр. Күн сайын кешке қарай сұңқар орталығында құстардың жаттығуын шоу қылып көрсетеді. Сәлеметсіз бе, Павел? Сәлеметсіз бе? Біріншіден, сіз құсбегілікпен қанша жыл айналысып жүрсіз және бұған жалпы қалай келдіңіз? Қашан айналысып бастағанды еске түсірсек, 1980-81 жылдар аясында. Осы жерден 2 шақырымдай жерде қолында бүркіт ұстаған салт аттыны кезіктірдім. Оған жақындап, әңгімелестім. Сол кісі менің алғашқы және негізгі ұстазым болды. Ол кісі негізі кім екен, ұстазыңыз таныстырсаңыз? Ол кісі өзі Қытай қазағы, Кеңес одағы кезінде байлардың сауығы деп құсбегілікке тыйым салынғанын естіген боларсың. Сондықтан біздің құсбегілердің басым бөлігі Қытайдан қайтқан қазақтар. Яғни олар кезінде Қытайға көшіп, осы дәстүрді сақтап, қайтып келген. Бұл сіздің жұмыс жасайтын сұңқарларыңыз ғой? Иә. Ал олардың отыратын жерлері неге ондай? Құс байланып қалмауы үшін. Сонда ол неге байланып қалмайды? Механизмнің құпиясы неде? Тіпті егер құс ұшып түссе де, астындағы тақтайшасы айналып, құс аяқ бауымен бірге жерге түседі. Яғни құстар кез келген жағдайда міне мына құс тәрізді жерге қонады. Сонда мұнан үстіңгі бөлігі айналады, иә? Иә, айналады. Қазір сіздерге көрсетемін. Тіпті ол айналмайтын, бірақ шеңбер пішіндес болса да, оның да пайдасы бар. Себебі құстың аяқ бауы қыстырылып қалмай, сырғып түседі. Бірақ кейде құс бауын тартып, асылып қалады. Ондай жағдайда тақтайшасы айналып, бауды түсіріп тастайды. Яғни жай ғана таяққа отырғызып қойса, құс байланып асылып қалады ма? Құсты отырғызатын құрылымның бірнеше нұсқасы бар. Мысалы, доға, әне құс доғада отыр. Сыртта да бір доғам бар. Сондай-ақ биік отырғызатын орындар бар. Сосын тағы бір ерекше нұсқасы бар еді, қазір алып шығып көрсетемін. Ол да шеңбер пішінді, көріп едіңіз? Иә, көрдім. Қазір қайда қойып едім оны? Сонда құсты ортасына байлап қоясыз? Иә, ортасында байланады да, шеңбер бойында қозғалып жүре алады. Соған арнайы жасалған. Егер құс ұшып түссе, тартылып тұрған жұмсақ матаға соғылып, еш жарақат алмай, қауырсынын сындырмай, қайта мініп алады. Мынаның үстінде тамақтандырсаң да болады.
Сіздің құстарыңыз күні бойы бір орында отыра береді ма? Жоқ, біз оларды таңертең алып шығамыз, олар шомылады, кейін оларды жаттықтырамыз. Әрқайсысының кестесі бөлек, мынау жарты күнге вольерға отырғызылады. Жалпы құстың қандай түрлерін қолға үйретесіз? Аңшылыққа үйретілетін құстар қаршыға, қырғи, сұңқарлардың барлық түрі, ал бүркіттерден тек нағыз бүркіт қана. Неге бір түрі ғана? Себебі бүркіттердің ең мықтысы сол. Ал басқа бүркіттер келмей ма? Олардың аңға шамасы жетпейді. Мысалы, қара құспен әрі кетсе, сарышұнақ тышқан ұстайсың. Бүркіт болса, табиғатта көбінесе оған төтеп бере алатын аңдарды аулайды. Өте көп жыртқыш аңдарды ұстайды. Одан басқа ешкім олай істей алмайды. Мынау сол айтылған бүркіт Иә, дұрыс па? дәл өзі. Мен олар ірірек болады деп ойлаппын. Мынау неге кішкентай? Олар үлкенірек болады. Бұл кішкентай себебі еркегі. Оларда ұрғашы мен еркектің айырмашылығы үлкен. Барлық жыртқыш құстарда еркегі ұрғашысынан кішірек болады. Бірақ қаншалықты үлкен болуы әр құсқа байланысты. Жыртқыш құстың аулайтын жануары неғұрлым мықты әрі өзін қорғай алатын болса, еркегі мен ұрғашысының денесі соғұрлым бір-бірінен ерекшеленеді. Байқасаңыз, аңшылықта қолданылатын құстардың барлығында ол айырмашылық зор болып келеді. Лашын сұңқарында ол айырмашылық тіпті екі есе. Ал мынау не деген құс? Қысқаша айтып бере аласыз ба? Бұл сақалтай деген құс. Сақалтай? Иә, мынау отырған ересек сақалтай, төсінде әдемі өрнегі бар, ал келесі отырғаны балапаны. Балапандарының түсі қара, ал есейгенде ағарады ма? Ағарғанда қауырсындар ауысады және ағарды деп те айта алмайсың. Өздерінің ерекше суреті болады. Сақалтайдың негізгі ерекшелігі далада өлген малдың етін басқа ит құстар жеп, тауысқанда ғана ұшып келеді. Оның негізгі қорегі жануардың терісі, сүйектері, сіңірлері. Сонда бұл құс сүйектермен қоректенеді ма? Сүйектер, тері және басқа да жеуге келмейтін заттармен. Тіпті бұнымен біреу қоректене алады деген ой келмейді. Осы Қазақстанда қазақтар ең мықты құсбегі, ең мықты бүркітшілер деп саналады. Ал сіз Германияда құстарды жаттықтырып, жұмыс жасаған адам ретінде бұған не айта аласыз? Қай елдің құсбегілері ең мықты? Қазақстанда? Қазақстанда? Иә. Сіз оны қалай анықтайын деп жатсыз? Ең мықты бүркітші деген не? Енді сіз халықаралық жарыстарда болдыңыз, көпті көрген адамсыз. Құстарды баптау, асырау жағынан болсын. Енді құстарды асырау жағынан әрине батыс құсбегілеріне ешкім тең келмейді. Ол жақта мүлдем басқа деңгей. Ал кім күшті, кім жаманын айту қиын. Жарыстарға келсек, меніңше жарыс тек бізде ғана өткізіледі. Мүмкін тағы Қырғызстанда. Еуропада жарыс өтпейді, себебі құсбегілік жарысты ол жақта өте қатты жақтыртпайды. Сол жақта менің жақсы дос, таныстарым бар. Құсбегіліктің спортқа айналуына қарсы шығып, күресіп жүрген. Себебі егер ол спортқа айналса, құсбегілікке мүлде тыйым салып тастайды. Бұл құс неге тұмсығын ашып тұр? Ыстықтағаннан? Сонда осы жерде ыстықтап тұр, иә? Иә. Біздің құстарды Дубай жаққа жиі әкетіп тұрады. Сонда ол жақтың ыстығында не болады екен? Ол жақта құстардың халі нашар. Естуімше, әкетілген сұңқарлардың тең жартысы 1 жылға жетпей өліп қалады. Масқара. Демек, олар үшін Дубай климаты мүлде келмейді, дұрыс па? Келеді ғой, бірақ еркін құс қаласа көлеңкеге кіреді. Жоғарға көтеріліп ұшады. Ал байлап отырғызып қойған құс, немесе тіпті итті мына жерге байлап қойсаң да, біраздан соң ол да өліп қалады. Ал еркін жүгіріп жүрсе, өзіне қолайлы жерге жатады ма, көміледі ма, өзі біледі. Сондықтан еркін құспен байлаудағы құс екі түрлі болады. Біз өз құстарымызға өте мұқият қараймыз. Жаттықтырып, аңға шығатын құстарымызға аса қатты мән береміз. Қараңыз, қауырсындарын көріп тұрсыз ба? Әр қауырсыны түгел өз орнында. Жаңа қолымда ұстап тұрған қауырсын, олар қазір түлеп жатыр. Және мына құрылғы. Құстар отырған барлық құрылғылар мыңдаған жылдар бойы құстардың барлық қауырсынын идеал түрде сақтау үшін ойластырылған. Қауырсындары сынған құспен аңға шыға алмайсың ғой, дұрыс па? Осы Дубайда қазір құсбегілік культ болып жатыр. Және өзіңіз айтқандай, Германияның өзінде бүркітпен аң аулап бастап жатыр.
Бірақ неге Дубай жаққа бүркіттерді ешкім тасымайды? Бүркіт тиімдірек емес пе? Біріншіден бұл дәстүр, яғни ол жақта бұрыннан тек сұңқармен аң аулаған. Сосын ол қызық халық тек қана жегдуадақ деген құсты аулайды. Оған сұңқар салу ыңғайлы. Және қаншалықты рас екенін білмеймін, бірақ Құранда сұңқар ұстаған жануардың еті халал делінген. Ал бүркіт аңдарды осы тырнақпен тесіп өлтіреді. Ол ет негізі харам саналады. Солай деңіз. Сондықтан ислам бойынша құстардың ішінен тек сұңқардың тапқан етін жеуге болады. Айтпақшы, Дубайда менің бір жақсы досым бар, кезінде Германияда бірге жұмыс істегенбіз. Мажар елінің тумасы, есімі Золтан. Қаласаңдар соған жолығып, менен бір сәлем айтыңдар. Рас па? Онда міндетті түрде ол кісіге жолығамыз. Жақсы, керемет. Және біз шынымен де Дубайға аттандық. Дубайда температура 50 градусқа жетіп тұр. Күннің астында 1-2 минут тұрудың өзі қиын. Осыны көріп тұрып, біздің елден ыстық шөлге әкелінген сұңқарларды аяп кетесің. Салқын далада рахаттанып өскен құстарымыз қазір қай жерде қиналып отыр екен? Осындай үлкен мұздатқыштарда арабтар 5 жұлдызды all inclusive отельдер тек қана адамдарға емес, сұңқарларға да жасайды екен. Біз қазір Dubai Falconry центрда тұрмыз, және дәл қазір Павелдің досы Золтан бізге осының барлығын айтып көрсетеді. Сәлеметсіз, Золтан, қалыңыз Сәлем, қалай? танысқаныма қуаныштымын. Біз қазір қайдамыз? Бұл қандай жер? Біз Дубайдың құсбегілік орталығындамыз. Бұл Насыр Абдулла Лута отбасының құстарды көбейтіп бағу орталығы. Бұл жерде біз барлық араб елдерінің сұңқарларын көбейтіп жаттықтырамыз. Біздің құстарды аңшылыққа, жарысқа және жақсы тұқым шығаруға қолданады. Біз үшін осы жерге экскурсия жасап көрсете аласыз ба? Әрине, жүріңіз, барлығын аралап шығайық. Жақсы, кеттік па? Алдымен көлікке отырайық. Қой тұрыңыз, біз алысқа барайын деп жатырмыз ба? Жоқ, алыс жер емес, бірақ температура 45 градустан асып тұр. Жаяу жүрсек терлеп кетеміз. Сондықтан көлікпен жүрген дұрыс болар. Золтан, осы араб елдерінде құсбегілік не себептен соншалықты кең тараған? Вау, өте жақсы сұрақ. Неге араб елдерінде кең тараған дейсіз бе? Мүмкін бір тарихи себептері бар шығар, әлде менталитет әсер етеді ме? Біріншіден, құсбегілік арабтардың мәдени мұрасы. Егер өткен заманды еске алсақ, мысалға, бедуиндардың кезеңінде олардың ата-бабалары әртүрлі себептермен жануарларды асыраған. Қой мен ешкіні ет үшін асырады, әрі-бері жүруге түйе малын, ал аң аулауға сұңқар мен итті асыраған. Сол дәстүрлерін олар өте қатты қастерлеп, бүгінге жеткізіп отыр. Қазіргі заманда азық жеткілікті болса да, сұңқар мен аң аулайды. Сонда ол қазір жай сауыққа айналды ғой. Иә, бір жағынан сауық және салт дәстүрді сақтау мақсатында. Снимаешь, да? Ішіне кіріп көрейік. Бұл жер неге қап-қараңғы? Жарық жоқ па? Бұл жердің қараңғы болуының себебі біз сұңқарларды анық көре аламыз. Ал мына әйнек бір жақты болғандықтан құстар бізді байқамайды. Сондықтан біз оларды мазаламай осылай жақыннан қарай аламыз. Мынау ақ сұңқар емес пе? Иә, дұрыс, ақ сұңқар. Бұлар солтүстікте өте суық климатта өмір сүреді емес пе? Ал осы жерде олар өздерін қалай сезінеді? Қалай ойлайсыз? Дұрыс айтасыз. Бұл сұңқар әрдайым қар жауып тұратын суық жерлерді мекендейді. Және қатты ыстық болып тұратын Дубай ауа райы олар үшін өте қолайсыз. Сондықтан біз оларды осындай салқын, мұздатқыш орнатылған жерлерде ұстаймыз. Сыртқа тек қана қыста алып шығамыз. Мысалы, қазір далада 47 градус ыстық болып тұрғанда, оны алып шықсақ, құстан шығып өліп қалады. Нәже осылай құрма өседі екен. Құрма дейтін де феники. Осындай сап-сары болып тұрады екен өскен кезде. Жеп көр. Жеуге болады ма? Иә, ішіндегі сүйегін алып тастасаң болды.
Бірінші рет ағаштан құрма жеп тұрмын. Өте тәтті, солай ма? Иә, дәм күшті екен. Біз қайда келдік? Бірнеше экранды не үшін орнатып қойғансыздар? Бұл жерде біз сұңқарларды бақылаймыз. Мынау құстар отырған бөлмелер. Әр бөлмеде 2 камерадан орнатылған. Құстарды камерамен бақылау өте маңызды. Әсіресе жұмыртқа басатын кезде. Әр құстың қашан әрі қанша жұмыртқа шығаратынын осы жерден біліп отырамыз. Камералар күні-түні қосулы тұрады. Түнгі камералар да бар. Бұлар барлығын жазып отырады. Егер бірдеңе болса, бейнені артқа қайтарып қарай аламыз. Яғни назардан тыс еш нәрсе қалмайды. Бүгінгі таңда құсбегілікте бұл технологияның болуы өте маңызды. Сонда бұл жерде бір адам отырып барлық сұңқарды бақылап отырады ма? Сұңқарлардың көбею кезеңінде, бір адам әрдайым осында отырып бақылайды. Бұл жерде не үшін музыка қосып қойғансыздар? Біз қазір сұңқарларды көбейту станциясындамыз. Мынау сұңқар көбейту бөлмелері. Көріп тұрғаныңыздай, коридордың іші қараңғы, әйнектер болса бір жақты. Алдағыдай біз оларды көреміз, ал олар бізді байқамайды. Бірақ осы жерден жүріп өткенде құстар бізді естиді. Адам сөйлегенін естісе, олар жақын жерде біреу бар екенін түсініп, айқайлап бастайды. Сондықтан біз осындай шешім ойлап таптық. Жарық бар кезде музыка ойнап тұрады. Адам дауысына үйренген сұңқарлар біздің сөйлегенді байқамай қалады. Ішінде сұңқар бар ма? Жоқ. Іші осындай болады екен. Сұңқарлардың аяғы ештеңеге байланбаған, осындай өздерінің бөлмесі болады. Мына жерде олардың ұясы десек болады. Мына жерге олардың тамағын қояды. Бұл бөлменің өлшемі 4x4 метр. Бұл бір жұп сұңқарлар үшін жеткілікті орын. Осы жерде олар жақын арада қосылып, жұмыртқалай алады. Бұл бөлмеде сұңқар жұбы күні бойы, жыл бойы отырады. Золтан, осы Дубай құсбегілігі мен Германиядағы құсбегіліктің айырмашылығы неде? Ең басты ерекшелік әрине ауа райы. Еуропада біз сұңқарды аспанға жіберіп қойып, аң аулаймыз. Жақсы жерге тұрасың да, ұшырасың. Ал сұңқар сенің төбеңде айналып, ұшып жүреді. Ал Дубайда қалай ұшырады? Дубайда сұңқарды қолдан жібереді. Дәл Қазақстандағыдай екен. Қазақстанда да солай. Біз жаңа ғана сұңқарды көбейту станциясында болдық. Ал сұңқарды бағатын адам оның денсаулығына да қарау керек. Сондықтан бізде осындай кішігірім клиникамыз бар. Бұл жерде құс дәрігері отырады. Егер сұңқарға бірдеңе болып қалса, ауырып қалса, біз оған алғашқы көмек беріп емдей аламыз. Ал егер нашар жағдай болып жатса, біз Дубайдың сұңқар емханасымен бірге жұмыс жасаймыз. Золтан, сіз құсбегілікке қалай келдіңіз? Өз өміріңіз жайлы айтып беріңізші. Өте жақсы сұрақ. Мен Мажарстанда дүниеге келдім. Ұлтым мажар. Құсбегілік алдымен жай ғана хоббиім болды десек болады. Жарақат алған күйкентай тәрізді ұсақ жыртқыш құстарды емдеп, бағудан бастадым. Құстарды бағып жүрген соң, олар туралы оқып, зерттей бастадым. Сөйтіп, ептеп білімім арта түсті. Біраздан кейін Германиядан келген баламен таныстым. Ол Мажарстанға сұңқарларды көбейтумен айналысуға келіп, өзіне көмекші іздеп жүрді. Соның қасында жүріп, қаршыға, сұңқар мен бүркітті баптап, құсбегілік туралы көп зат үйрендім.
кейін сол кісімен Германияға бардым. And I went to Germany as well with him, and there I was met Paul, Сол жақта Павелмен де таныстым. with whom Екеуміз бірге Германияда біраз жұмыс істедік. was in Germany, and we did Керемет уақыт еді. it was a nice time. Біраз уақыт өтіп кетіпті негізі. Past very Міне мына суреттерді қараңыз. was working with Paul Fander together, and Павел екеуміз Германияда in one castle, Глайтенштайн деген жерде жұмыс істеп жүрген кезіміз. Burgleihenstein, and they are Бұл инкубаторлар. Инкубаторлардың бірнеше түрі. incubators, Мынау ең жиі қолданылатын, ішінде желдеткіші бар түрі. usual Ішіндегі ыстық ауа айналып, жұмыртқаларды жылытып тұрады. fan. Қазір бұлардың бәрі бос, себебі маусым аяқталды. Why you don't let Неге сіздер жұмыртқаны құстарға басқызбайсыздар? We do it also Басқызамыз, most of the time. бірақ Дубайда жұмыртқаны осылай шығарғаны дұрыс. Себебі көбінесе бізде ылғалдылық өте жоғары. Humidity is very high. Сондықтан жұмыртқалар дұрыс дамымай қалады. Ылғалдылықтың көптігінен балапан жұмыртқаны жарып шыға алмайды. Zoltan, in Kazakhstan there is a big problem. Золтан, Қазақстанда арабтар біздің сұңқарларды Біріккен Араб Әмірліктеріне заңсыз жолмен жиі әкетіп жататындықтан халық өз наразылығын білдіріп жатыр. Сізге сұрағым бар. Осы орталықтағы сұңқарлар Орта Азиядан әкелінген ба, әлде осында туылғандары ғана ма? It is so, Иә, Ресей мен Қазақстаннан араб елдеріне өте көп сұңқарлар келіп жатады. smuggled from Тек қана Біріккен Араб Әмірліктеріне емес, Сауд Арабиясы, Қатар, Кувейт және басқа да елдерге жиі әкетеді. only to UAE. It's Сіздің сұрағыңызға келсек, дәл осы орталықта Орта Азиядан әкелінген бірде-бір сұңқар жоқ. whatever. Біз тек ақ сұңқар мен лашынды бағамыз. Here, for Сырттан the келгендер question, болса, here олар it's заңды not жолмен Еуропа one елдерінен one сатып алынған құстар. from the Middle East because we breed only, Бұрында бір-екі chiffon Сібірден келген and, сұңқарым болған. Мүмкін оны сатып алған шығар. Бәлкім табиғаттан ұстап алды ма, білмеймін. North Europe or from Білетінім, America. қазіргі таңда сұңқарларды табиғаттан аулау өте қиын. What we have here, they are legal. Себебі олардың сақинасы, құжаттары болмайды. I had in the past. Қазір араб елдеріне осындай орталықтарда өте көп сұңқар туылып жатыр. They were coming from Табиғаттан алу қажеттілігі қазір жоқ. Тіпті осы секілді жерден сұңқарды сатып алу арзанырақ болып тұр. but this, Бұл жерде сіз сұңқарды өзіңіз таңдап ала аласыз. more difficult now in these times. Табиғаттан алу қымбатырақ, заңсыз, олардың көбісі ауру, жарақатталған, стрессте болып келеді. And Құстар жарақат алып жарты жолда өліп келетіндіктен қазіргі таңда сұңқарларды табиғаттан алу өте қатты азайды. Сұңқар бағу жағынан ең дамыған жер Дубай деп айта аласыз ба? of course not. I can say Әрине жоқ, олай айта алмаймын. Дубайда жалпы Біріккен Араб Әмірліктерінде сұңқардың саудасы ғана жақсы деуге болады. Бұл жердің халқы сұңқарларды жақсы көреді. Сондай-ақ көп сұңқар сатып алуға жағдайлары да жетіп жатыр. people have falconry. Дубай сұңқарды алып келіп сатуға өте жақсы жер дей аламын. They have also the Ал possibility сұңқарды бағу to жағына buy тоқталсақ, and this тек way қана қыста 1,5 ай жақсы жағдай, ал қалған айларда тек қана салқындатқыштың астында отырады. but Бұл жақтың жағдайы сұңқар бағуға өте нашар. conditions for the falcons, Еуропада немесе Қазақстанда әлдеқайда жақсы. time is fine. Okay, Zoltan, Жарайды, Золтан, last соңғы question. сұрақ. Әлемдегі ең мықты құсбегілер қай елде? Falconers in the world. Yes. Every country has Әр елде мықты құсбегілер бар. each country say we are Және әр мемлекет өзін ең мықты санайды. It is a really interesting question because Бұл өте қызықты сұрақ, себебі әр елдің құсбегілігі әртүрлі. type of falconry. Different Әр елдің жағдайы да әртүрлі. and what the here the Arabs Мысалы, арабтарды алсақ, олар сұңқарды қолдан ұшырып, жек дуадақты ұстаудан ең мықты. Fubara and Caravan from releasing Олар басқа елдердегідей сұңқарды аспанға жіберіп қойып ұшырғанды ұнатпайды. like to fly weight on bird and they say of course Және өздерін we are ең the мықты best санайды. one because in
in this field they are the және шынымен дәл осы санатта олар ең мықты. Europe, Ал егер олар Еуропаға бартса, somebody flying weight on board, they are ол жақта сұңқарды not, басқаша баптайды, төбеге best ұшырады. because they cannot, do this. And, then, Арабтар ол the жерде ең European мықты емес. falconers say, "We are the best because we, Сондықтан еуропалықтар өздерін ең мықты дейді. and we fly." Себебі олардың сұңқарлары жақсырақ ұшады. As it is very relative. Everywhere of the Бұл world әр елде әрі қалай келеді. has good falconers. Кез келген елде жақсы құсбегілер бар, жаман құсбегілер де бар. But it is also each and every Әр елде өз country мүмкіндігі келгенше try to, жақсы құсбегілік жасағысы келеді. make the best falconry, what is the possibility. Өздеріне аңшылық стилін таңдап, соған бейімделеді. Kind of game I have to hunt. Сондықтан менің айтатыным, Also, it is so барлық елдің құсбегілері мықты. everywhere of the world they have good falconers and Сізді Мажарстанды мақтайды деп отырсам, yes, of course, because I am from Hungary. Әрине, мен мажар болғандықтан Мажарстан ең мықты деп айту керекпін, дұрыс. сіздер бәрін естідіңіздер. Мажарларда да құсбегілік баяғыдан келе жатқан дәстүр негізі. A long tradition for the falconry. The heritage is really very long. Иә, сонау ғұндардың ұрпағысыздар. But like also Қазақстанда да дәл сондай. Қалай болғанда да туыстармыз ғой. it is really relative. Жарайды, Золтан, берген сұхбатыңызға алғыс, өте қызық болды. Тағы көрісерміз. Сізге де көп рахмет. Келіп, жолыққаныңыз үшін рахмет. Ал достар, осымен құсбегілік тақырыбының бірінші бөлімін аяқтаймыз. Осы шығарылымды дайындау барысында біздің құсбегіліктің әлі дамуға деген мүмкіндігі бар екенін көрдік. Бірақ енді біз оған әсер ете аламыз ба? Бұл біздің жобамыздың алғашқы бейнесі болды. Алда әлі тарих, мифология мен мәдениеттің сан алуан түрлі ашылмаған астарлары бар. Сіздер болса, қазірден бастап жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді жазып, достарыңызбен бөлісіп қолдап кетейік. Сау болыңыздар.